Енді мынау ақ дублерин. Дублеринді білмейтіндер болатын болса, маған жекемен жазып сұрасаңыздар болады. Яғни қысқаша айтатын болсам, бір жағы клей, негізгі беті мата. Яғни ол бұйымның, жаңағы біздің бұйымымыздың поясына, екі кусок пояс, жаңа айтқан қиып алдым, екінші кусок. Поястың теріс жағына клей жағын қоясыздар. Клей жағын қоясыздар да үстінен үтікпен басып жабыстырып қоясыздар. Яғни онда бізге тура осы формамен қиып алу керек дублеринді. Мен дублеринді екіге бүктедім. Сол себепті маған бір ғана осындай нелері керек. Бірден екі затқа, екі детальға бірден қиып алу үшін маған бір ғана детальдар керек, бір пояс и бір аптечка. Давай. Пока қойып қоямын шетке. Дублеринді екіге бүктеп алғанмын. Сонда қазір қиған кезде бірден екеу шыға қояды. Поястың ұзын жағын дублеринге қойып алыңыздар. Қысқа жағына туралап қия саласыздар. Менде аздап жетпей қалды. Оны дублериннен кішкене кесіп алып жабыстыра саламын. Олай болады. Тоқыстыруға. Менде бір пояс, бірақ екеу шықты. Яғни біреуін осыған, екіншісін тағы бір поясқа жабыстырамын. И аптечка. Мне менің аптечкам тоже екеу шықты. Яғни дублериндарыңыз созылмау керек ұзындыққа қарай. Көлденең созылса созыла берсін. Егер екі жаққа да созылмаса, онда разница жоқ, қалай крайтит жатсыздар, көлденең немесе тігінен. Ең бастысы қиғашынан болмайды. Қалай болса, солай кесуге болмайды. Так, бұған дайын. Тағы да маған дублерин керек. Алдыңғы бойдың, міне алдыңғы бой, етегіне керек, биіктігі 6 см. Биіктігі 6 см осы етекке жабыстырам. Одан кейін артқы бойдың етегіне жабыстырам. 6 см биіктікте. Мынау жоғарғы бел жағы, мынау астыңғы жағы. Қазір оны да кесіп аламын. Так, менде түзу не болған. Мындай кусок. Осыны пайдаланып кесе саламын. Мына жерде менде көптеу, 6-дан көп болып кетсе, ондай жағдайда қайырған кезде көрініп, қайырған кезде негізі дублерин ішінде қалып кету керек, көрінбей. Ал егер көрініп қалса, ішкі жағынан әдемі емес болып қалады. Осы ұзындыққа. Менде қазір мына жерде 2 дублерин, сонда мен 2 детальді бірден кесіп аламын. Бұл алдыңғы бойдың асты. Қосылып жатыр. Түзу қойып алу керек. Міне клей жағын
матаның теріс жағына осылай қоямын да үтікпен басып жабыстырамын. Өзіме салып қоямын. Дайындап, келесі алдыңғы бойға клей жабы ұстасаңыздар, шушавый осылай жақсылап шуандау сияқты қиып тастаймын. Бенде қисық болып қалған. Так, дальше. Енді артқы бойға керек маған. Міне, артқы бойға полный жабыстыруым керек. Так, міне алдында сызған. Сантиметр биіктігі 6 сантиметр биіктікте. Осылай мынау клей жағы қоямында жабыстырамын. Жабыстырған кезде дублинин созылуы мүмкін. Созылады, шығады шет-шеттеріне. Лишний шыққандарын қиып тастаймын потом. Үтіктеп болғаннан кейін. Так, осылай. Үтіктеп. Дальше үтіктеп аламын. Енді келесі видеода тігіп қосуды көрсетемін.